Армысыздар ағайын. Бүгін біз аталы кітап туралы әңгіме жүргіземіз. Сонымен ежелден қалған бір аңыз бар. Бірақ менің ойымша ол шын болған зат. Сонымен сол аңыз бойынша әр шаңырақта, әр үйде өзінің бөлек кітабы болған. Сол кітапқа үйдің әкесі, немесе атасы, немесе арғы бабасы өзінің ойларын жазған. Және сол ойлары, сол айтатын сөздері тек өзінің тікелей ұрпағына ғана арналған. Басқа өзге жұрт бұл кітапты көрмейді, оқымайды. Тек өзінің балалары ғана оқиды, өзінің тікелей ұрпағы, тұқымы. Сонда сондай кітап әр үйде, әр шаңырақта болады. Сол кітапта бүкіл халықтың тарихы жазылған болған. Енді қараңыздар, өздеріңіз ойлап қараңыздар. Әр үйде өзінің кітабы болса, сол кітапта өзінің жазылған тарихы болса, сол кітапта өзінің көзбен көрген оқиғаларын жазып кеткен болса, онда сіз сол халықтың тарихын ешқалай бұрмалап өзгерте алмайсыз. Сіз сол халықтың әліпбиін өзгерте алмайсыз. Өйткені қолданған әліпбиі, қолданған сөздері, айтылған ақиқаты өзгерту мүмкін емес. Жаппай халықтың бәрін аралап шығып, соның ішіндегі барлық кітабын тәркілеп, оның орнына басқа кітап беру мүмкін емес. Міне сондай әдіспен халық өзінің тарихын, өзінің тілін, өзінің әліпбиін еш қиналмастай қорғай білген. Енді бір мысал келтірейін. Қараңыз. Мысалы бір көне заманда бір кісі өзен жағасына диірмен салмақшы болады. Сол ойын кітапқа жазады. Мен осындай да осындай жылы мына өзеннің осы бір тармағына жағасынан ыңғайлы жер тауып диірмен салмақшымын. Соның бастапқы негізін салдым, бірақ ары қарай шамам келмеді. Сондықтан осы ойым менің балаларыма аманат, соны бітірсін деген жазуды жазып кетеді. Содан жаңағы баласының уақыты тимейді, немересінің уақыты тимейді, шөбересінің қолына түседі бұл кітап. Шөбересі кітапты алады, оқиды. Сонда арғы менің осындай бабам болған, осының сондай ойы болған. Мен сол жердің қасында тұрамын ғой. Мен сол жаққа барып күнде жүремін ғой. Мен сол диірменін салып бітірейін дейді. Содан туысқандарын бәрін шақырады, әлгі жазуды көрсетеді туысқандарына. Сосын бәрі ат салысып, диірменнің жарын көтереді, қабырғаларын көтереді, шатырын басады, бірақ ары қарай бармайды. Шамасы келген сол ғана. Содан кейін жарайды, осымен жазуын жазып кетеді. Мен осындай да осындай бір ата бабамның өсиетін, арманын осындай дәрежеге дейін жеткіздім. Енді қалғаныс менен қалған ұрпақтарға тапсырылады. Содан кейін тағы да біраз уақыт өтеді. Тағы да бір ұрпақтарының біреуі сол кітапқа қол жетеді, ашады сол дәптерді. Ішіндегі осы қағазды табады да ішіндегі ойын жазылған ойын оқиды. Содан айтады: бәсе, мына диірмен соги бітпей қалыпты ғой. Жүріңдер бәріміз жабылып, осыны бітірейік. Бұл осындай біздің бабамыздан қалған арманы. Жасайық соны дейді. Сөйтіп бүкіл ел болып, жиналып, қалған жерін бәрін бітіріп, диірменді іске қосып, елге пайдасын әкелетін диірменді жасайды. Және кітапқа жазып кетеді: осындай жылы мен осындай кісілермен бірігіп, мына диірменді жүргіздік. Бұл біздің осындай атамызға айтар сәлеміміз. Іс бітті, арманын орындадық деп. Міне қараңыздар, осылай біріншіден әр адам нені армандағанын сол кітапқа жазады. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін сол кітапқа жазады. Сөйтіп аталарының шыққан тегін, қайдан келген, не істеген, не армандаған әр адам түбегейлі біліп жүреді. Тағы да бір мысал. Мысалы,
өзге дін өкілдері бір кездері баяғыда келді делік. Сонда біздің аталарымыздың біреуі жазып кетеді. Осындай жылы біздің үйге, біздің ауылға мынандай адамдар келген. Басқа бір өзге дінді насихаттап келген. Біз соларды тексердік, біз соларды ойладық. Айтқан сөзі дұрыс сияқты. Бірақ мынандай бір жағдай болды. Сол жағдайда олар көзден таса қылып, қашып, жоқ болып, ғайып болып кетті. Содан біз түсіндік, бұлардың айтқан сөздерінің бәрі жалған. Тек қана сөзбен әдемі, іске келген кезде қолынан боқта келмейді. Міне сондай жазуын жазып кеткеннен кейін, сол дін қайтадан келетін болса, онда бүкіл ұрпағы сол туралы білетін болады. Ешқандай оларға насихаттың өтпейтіні 100% кепілдік болады. Міне осылай кез келген үгіт насихатқа, кез келген дінге қарсы тұрарлық бірден бір құрал ретінде аталы кітап өте керемет қолдануға болады. Енді қараңыз, әрбір бала кішкентай кезінен сол аталы кітаптен оқиғаларын естігенде, сенің осындай атаң мынандай ерлік жасаған, сенің осындай атаң елге осындай жақсылық жасаған, сенің мына атаң мынандай кісі болған деп құлағымен естіп, көзімен сол кітапты оқып, соның жазған сөздерін көзімен көріп отырған бала, оған мектептің де, институттың да, жоғары білімнің де керек шамалы болады. Өйткені осы кітаптан артық білімді, өмірге қатысты ақиқатты, өмірге қатысты ақыл ойларды оған ешкім айта алмайды. Және әр адамның тарихы, ойы, бәрі жеке дара, қайталанбас үлкен қазына болып келеді. Өкінішке орай, бүгінгі күні көп адамдар осы күні ойлары бірдей келеді. Біреу не ойласа, екіншісінің ойында сол. Тағы да оған бір мысал, егер кімде-кім шетел компанияларында істейтін болса, ол жерде брейншторминг деген бір әдіс бар. 10 шақты баланы, 10 шақты азаматты жинайды, сосын солардың арасына бір ой салады. Сосын әрқайсысы өзінің сол ой жайында өзінің ойлағанын айтады. Сөйтіп сол 10 адамның ішінен бір дені дұрыс, бір-екі ойды алып шығады. Қарап тұрсаң, сонда 10 адам көбінесе ойлары бірдей келеді. Өйткені алған тәжірибесі, тәрбиесі, тәлімі бәрі бірдей. Ал егер сіз осындай аталы кітаппен өскен ауылдың түлектерінен тәрбие алсаңыздар, сұрақ қойсаңыздар, онда ол әрқайсысы әртүрлі ой береді. Өйткені әрқайсысының оқиғасы, тәжірибесі, өнегесі бөлек. Сонда қазынасы мол болады сондай халықтың. Сондықтан ағайын, мен сізді осы бейне жазбамен шақырамын. Ұрпағым ұзағынан болсын десеңіз, болашағым үзілмесін десеңіз, сіз өзіңізден бастаңыз. Міне осындай өнегелі кітаптың жолын ашыңыз, жазыңыз. Және оны тек ұрпақтарыңызға ғана көрсетіңіз. Бүкіл халыққа жариялаудың қажеті жоқ. Ойлаған білгеніңізді бәрін жазып кетіңіз. Осы күні өздеріңіз білесіздер, біздің халқымызда мынандай тарих болған. Шыңғысханның кезінде біз Орхон Енисей жазулармен жазғанбыз. Одан кейін Алтын Орданың кезінен біз арабтың төте жазуымен жазып келдік. Кеңес өкіметінің көтерілісінің соңында біз латын әріпке ауыстық. Содан кейін соғыстың алдында, Ұлы Отан соғысының алдында қайтадан кирилл әрпіне ауыстық. Енді міне осы таяуда ғана елбасымыз
латын әліпбиіне ауысу туралы нұсқасына қол қойды. Сонда қараңыз, тағы 50 жыл өтеді, тағы да бір ел басы келеді. Мысалы, Қытай елі дамып кетті делік. Немесе Араб елі дамып кетті делік. Сонда тағы да бір үкім шығарады. Бәріміз жаппай енді араб тіліне ауысайық. Немесе армян тіліне ауысайық. Тағы да бір тілге ауысайық. Сөйтіп бізді талан-таражға салып, ана жаққа бір айдайды, мына жаққа бір айдайды. Ол 100 жылда, 200 жылда болатын оқиға болғандықтан халық тармағынан түсінбестік білінеді. Неге біз соншама жыл осылай әліпбиді қолданып, енді келіп басқа әліпбиді қолданамыз деп. Ал егер сіз осы бастан, бүгіннен бастап аталы кітапты бастасаңыз, сол аталы кітапке өзіңіздің сана сезіміңізге қарай әліпбиді қолданып ойларыңызды жазатын болсаңыз, және соны өз ұрпақтарыңызға тікелей тапсырып кететін болсаңыз, онда осы күннен бастап кейінгі ұрпақ ешқашан өзінің әліпбиін ауыстырмайды. Өйткені бала кезден тек осы әліпбимен ғана өсіп, көзін ашып, сауатын ашатын болады. Бұның өнегелі жалпы халқымыздың егемендігінің қорғайтынның ісі өте зор. Сондықтан сіздерді осыған шақырамын. Өткен бір бейне жазбада айтқам, әр адамның қорғаны, әр адамның Құдай берген екі періштесі болады, ары мен ұяты. Ол адамға тәрбиесімен беріледі, әкесі мен шешесінен, атасы мен әжесінен беріледі. Тіпті сізден қол үзіп қалса да, бірақ артыңызда осындай кітап қалса, сол жерде өнегелі сөздер қалса, сонда бұл бала сол кітапты оқып, менің аталарым ар мен ұятты бірінші орынға қойған, киелі деп санаған деген ұғым оның басында қалады. Ал ары мен ұятын білген адам ешқандай бір жаман дінге ешқашан ауысып кетпейді. Және өзінің қарамағындағы туыстарында өткізбейді. Сондықтан біздің аталарымыз баяғы кезде армысың деп амандасқан, көріскен кезде. Өкінішке орай аласапыран заманда сол армысың деген сөз бармысың дегенге ауысты. Өйткені қырылып, жан-жаққа тарап, бытырап кеткен халық арын екінші орынға қойған тәрізді болып тұр. Енді бүгін біз сол арымызды қайтадан бірінші орынға көтеруіміз керек. Бұл өте маңызды іс. Міне осыған зейін қойып, көңіл бөліп, жан-жақта әңгіме жүргізіп, насихат тарату керек. Басқа жалған сөздерге көңіл бөлмес үшін, алданбас үшін біз өзіміздің арымызды бірінші орынға қоюымыз керек. Өйткені ол арымыз Құдаймен байланыстың тікелей негізі. Міне, бүгінге айтарым осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар, ағайын.